Онлайн мектепте мұғалімдер бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90 бойынша жиынтық бағалауды қалай құрастырады? Сол жақ мәзірдегі БЖБ, ТЖБ бөлімшесін таңдап, қызғылт БЖБ, ТЖБ құру батырмасын басыңыз. Бұл жерде өзіңізге керек пәнді таңдайсыздар. Сыныпты таңдау қажет. Оқыту тілін, бағалау түрін, мысалы 90 бойынша жиынтық бағалау, және де жаңа 90 бойынша жиынтық бағалауды құрастыруға болады, немесе құрастырылған дайын менің 90-дық жиынтық бағалауларымды қолдануға болады, немесе ұсынылатын 90-дық жиынтық бағалауды қолдануға мүмкіндік бар. Жаңа ТЖБ құрастырып көрейік. Құру батырмасын бастық. Өзіңізге керек 90-ды таңдап, жиынтық бағалаудың ерекшелігін жазыңыз. Жиынтық бағалаудың мақсаттарын тексерілген мақсаттар бөлімінен көре аласыздар. Қосымша мақсаттарды қосу мүмкіндігі бар. Бөлімді қосу батырмасы арқылы сіз жаңа бөлімді қоса аласыз. Тапсырмаларды қосу үшін тапсырма қосу батырмасын басыңыз. Жаттығу түрін таңдаңыз, яғни ашық жауаппен жаттығу, ашылмалы тізіммен жаттығу, бір дұрыс жауабы немесе бірнеше дұрыс жауабы бар жаттығу. Өзіңізге керек жаттығуды таңдап, құру батырмасын басып, тапсырма түрін таңдаңыз. Тапсырма мәтінін енгізіңіз, жауап нұсқаларын көрсетіңіз, дұрыс жауаптарын көрсетіңіз. Қосымша ақпаратты қосуға мүмкіндік бар. Орындау уақыты мен жоғарғы балын енгізіңіз. Төменде құрастырылған мақсаттарын біреуін таңдауға мүмкіндік бар. Сақтау батырмасын басып, біз бөлім бойынша жиынтық бағалау мен 90-дық жиынтық бағалау конструкторымен жұмысымызды аяқтаймыз.